Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нурик KZ. Достар, бүгін біз бомждың өмірін бастайын деп жатырмын достар. Новый видео Майнкрафттан бомждың өмірі. Дым жоқ мынаяқта. Жизым да азайып қалды. Жанымен крипер жарып тастады. Так, міне. Бізге ең бастысы осындай ағаштар керек. Осыдан неше түрлі заттар жасайсың. Топор, кирка, тағы басқа. Так, алып алайық бәрін. Барлығы керек. Бізге сосын ең бастысы қойлар керек. Қой. Бар ма қой? Оны қозы. Маны теріске жеп жатыр ғой. Мә сал. Мә кешір қозы. Сенен жын шыға ма? Маған қойлардың еті сосын жыны керек. Мә. Чё за? Исана екі өз кетті ма? Бір нәрсе істеді ана. Так, қайда ана? Бізге қозы керек, қозы. Қой керек бізге, қой. Қайда қой, Мә, не деген табиғат. О! Ана жерде бір қой тұр. Кетті соған, достар. Соң қазір. Аймай қазір ана жерде бір ет па, соны өлтіріп етін жеп алу керек. Демей тешіне барамызда бүйтіп деп шығамыз да. Мә. О, бәсе. Едеген семіз қой мынау. Мә, аяқтары. Ой, екі ет. Жын берген жоқ па не? Ана тұр екен ғой. Бізге главный осы жындер керек. Бұл төсек жасау үшін керек. Бұған төсектен сохранить етіп аласың. Бізге сохранить етіп алу керек, достар. Так, суын ішінде не бар тағы? Тағы балықтарды өлтіру қиын. 5 жүрегіміз кетіп қапты ғой. Жүректі айта білейін, жизнь демей. Мен әді крипер астан сүңгіп кетейін. Паук. Осыған бір жақсы жері астан кірсе болар кірамайды. Паук, крипер дегендер. Біздің ауамыз бітіп баратыр. Так, өз біз қайық кетіп батырмыз біз. Опа. Үңгір ма? О! Железа бар екен ерде. Бірақ бекер ұрмаққа қықпаған керкі болмаса алынбайды. Жоқ болып кетеді. Сүңгіп баратырық. Ар жағына барайын. Бұлай жартылай ағуа жұтып кете берейін. Ерде күнбағыс бар. Күнбағыстан дым шықпайды, бірақ оларды жей алмайсың бір жаман жері. О, сиырлар! О, жақсы болды ғой, мә. Бізге сиырлардың еттері керек еді. Бұл ойында екі адам. О, анекті. Мә, неше түрлі қойлар, жануар. Ар жақта тауық, нерде қой, сиыр. Сиырлар қашпатыр. Мен өлтіретін білді ау деймін. Так, бұдан неше түрлі топорлар жасау керек еді. Бізге керек ол топорлар, кирка. Өл. О, өлді. Бұдан ет шығады, етін жеп аламыз. Енді ана қойға охота шық. Так, күнбағыстары дым шықпайды, әшін жей алмайсың бұның жаман жері. Мәне неше түрлі көп күнбағыс егіп сапты ғана біреу. Жителдер ау деймін. Жител ма? Сондайлар егіп тастаған шығар. Қара жүн. Екі ет. Так, тауықтарды өлтірейік. Тауықтар барлығы керек. Аяқта жылқы бар екен. Мәне жылқы ма? Жылқы екен. Тауықтар бұрудардан өл. Мә. О. Так, бізге енді бір күндік өмір сүруге жетеді бұндай еттеріміз. Не деген табиғат мынау. Фотоға түсіріп
телефон сыртыңызға қойып қойыңыздар достар, скриншотқа деп қойып кетсең. Чего, блядь? Так, жылқы. Мә. Біз бомж болып жатырық, достар. Өте точно мініп алды. Тоқта. Сидет. О, мен сұрау жақсы көріп қалды. Мә, не деген табиғат мына. Скриншотқа түсіріп, точно екі телефонның сыртына қойып қоятын фото ғой. Мә, не деген, әрде гүлдер, роза гүлдер. Әрде күнбағыс қағандарын білмейм. Анау не тағы? Бұнан өлтіре салайық, достар. Еті керек бұны. Бұны өлтіруді оңай емес. О, ет. Қайда ет? Қайда? Не? Жылқын етін бермеді ма не маған? Ё-мой, онда мен неге өлтірдім анан, мә? Соншама күшімді кетіріп. Ой-ма, достар, тым барып батыр. Қазір зомбилер келет. Мә, зомби келсе бізді мә мамалатады. Біз үй салып болу керек еді. Ема. Үй салмаппыз ғой біз, достар. Ау не тағы? Ё-ма, үй салмаппыз. Да жерден суға саламыз. Жеме. Жеу керек қазір. Әлде қазір аштан өліп қалатын сақтым. Мәне, шекілі жеу қойдық. Не істейміз енді? Жезінді аз. Қазір көбетін шығар олда. Незі олар алма жегенде көбет. Басқаларын онша көбемейді. Незі пісіріп жеу керек еді тамақтарды. Бізге тапор жасау керек. Бізге қазір осындай алайын, сосын міне. Нетінек верстак, верстак жасау керек бізге. Жасап алды уже. Так, бізге қазір палкалар керек, палка. Палка. О, жетет. Жете ма? Жетет деп қоямыз. Оны палкалар, екі верстак ала салайын. Палкаларды алу керек. Так, енді верстакты қояйын. Так, не жасаймыз енді? Бізге топорлар жасау керек. Топор. Мечтер. Бізге главный кирка керек, кирка. Осындай ағаштар керек. Срочно ағаш қазу керек бізге. Қайсы ағаш бар мынау? Бізге сосын төсек жасау керек, достар. Сіздерге де көрінмей қаншар. Так, осы жерде ұйықтай салайын, достар. Давайте, достар, ұйықтай салайын. Достар. Так, тұрдық. Жерге ұйықтай салдым, достар. Енді төсек жоқ бізде. Ауырай керемет болып тұр. Біз ағаш жинап жатқан едік кеше. Енді ағаш жинауды жалғастай берейік. Бізге топор керек. Қазақбайский тілген айтқанда балта керек бізге, балта. Және кирка деген қазақша қандай еді? Есін шығып тұрғаны. Енді кирка деген кирка дей салайын. Так, бізге болды. Так, бізге енді нанайға қояйын. Бізге налар жасау болмай ма не? Оппа. Біз бір нәрсені ұмыт кеттік біз. Жо, ұмытпадпыз. Дұрыс, осыларды ау керек. Содан кейін міне кирка екеу алайық.
мынан бирөө асылайық. Мынау топор, балға, яғни қылыштан екеу асылайық. Бізге факел керек қой айтпақшы. Мә. Факел жасау үшін қаншама. Не аны? Қазақпайский тілмен айтқанда көмір керек достар, көмір. Бізге ошақ жасау керек. О, міне көмір. Так, біз бір нәрсе болсын жеп алайық, мына шекті жей салайық. Әйтпесе қазір аштап өліп қайын деп тұр ғой. Жейсін кетіп қалса жаман болады. Міне бізде көмір. Осындайлар. Давай. Выживать етуді бастадық. Бомж болып жүрміз қазір. Бірақ бірінші күндік табысымыз да жаман емес. Опа. Мынаны да асылайын. Мынаны да. Мына киркамыз сым қайындап қалды. Сынуға шақ тұр. Ема пытырлап кетті. Жай тастарды керек. Олар қазір ошақ жасауға керек, басқа нәрселер жасауға керек. Тастардың да пайдасы көп. Осы жерге үйім сапсайын ба? Қалай қарайсыздар достар? Жан жақты көріп шығайық. Жақсы жер болса, осы жерге үйімді салам. Мен жесін көбейме кетті. Алып алайын. Енді сыртқа шығайын да. Нема біз төменден верстак жоғарда қалып қалды. Үстіп шыға салайық. Верстакты сындырып асылайын. Рукамен сындырайық, қолмен. Енді не істейміз, енді төмен өтеміз ба? Бұл жерге үй самақ қояйын ау деймін. Маған бір тегістеу жақсы жер керек. Бұл жерде зомбилер. Ема, не деп атайтын еді аналарды? Ұзындарды қара. Солар бар екен. Так, тегіс жерге жасай салайын. Айбай. Айбай, достар. Базар жоқ, достар. Өлтіріп тастады. Енді достар. Неге осындай? Көп сөйлей бермейік. Төсек жасай салу керек еді о. Жанағы бер жүріп. Не қарайсың? Кетек. Жанағы бер жүріп. Төсек жасауды ұмытып кетіппіз ғой, достар. Сохран етіп алу керек еді. Мейлі енді, шын өмір емес қой, ойын ғой енді. Достар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы Майнкрафт ұнайтын болса, лайк басыңыздар. Және комментарий жазыңыздар. Каналға тіркеліңіздер, колокольчикті басыңыздар. Каналға тіркелу міндетті түрде, достар. Маған бір подписчик қосылса, мен қатты қуанам. Және тіркелген соң подписка жасамаңыздар, достар. Подписка жасасаңыздар, бүкіл мотивациям бәрі кетіп қалады. Видео шығарғым келмей қалады, достар. Так что тіркеліңіздер. Осының келесі бөлімінде шығады, достар. Сол видеоларында құрғалғыларыңыз келмесе, тіркеліңіздер. Бомждың өмірі бірінші бөлімі аяқталды, достар. Сіздермен бірге болған кезет. Сау болыңыздар, достар.